Сәлеметсіздерме? Мен Павлодар ауданы Жаңа қала негізгі жалпы білім беру мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Камала Мүгізін Балташына боламын. Жалпы бұл өмірде не көп? Мамандықтың түрлері көп. Ал сол мамандықтардың ішіндегі адам өміріне жауапты мамандық дәрігер мамандығы болса, адамзаттың болашағы үшін жауапты мамандық ол мұғалімнің мамандығы. Ұстаз болу ол жай ғана мамандық емес, ол адам бағдарын жасаушы. Ұстаз болу мен үшін ол қадірлі және мән мағынасына ие құдірет сөз. Өйткені мен бастауыш сынып мұғалім боламын. Күнде ертегісін жұмысқа келгенде балалармен бірге болған әрбір уақытым мені жаңа әлемге жетелеуге болады. Алдымда отырған кішкентай бүлдіршіндер сүйкімді, әдемі болады. Байсалды, ақылы жүздерін көркем, әрбір үйдің ерке баласын жүздерінен де нәрсені де білуге құштар, шабытты, сұраулы жанарларын байқаймын. Олардың менен күтетіндер көп. Мұғалім үнемі ізденісте болу керек. Психологиялық педагогикалық білімін жетілдіре отырып, өз білімін, сол алған білімін шебер пайдалана білу керек. Мысалы, оқушының кез келген сұрағына жауап беруге даяр болуы тиіс. Ал оқушыларымды түрлі сындарға, байқауларға қатыстырып, олардың нәтижесін шыдамсыздана күту, жүлделі орын алатынына іштей сену, оқушыларымды қанағаттау, күткен нәтижені алу, өзінің де түрлі сындарға қатыстырып, нәтижесін шыдамсыздана күту, нәтижесін алу ол үлкен бақыт. Сонымен қатар әртүрлі мерекелік ертеңгіліктерге, ұлттық мерекелерге, тәрбие сағаттарына, қойылымдарға, ертеңгіліктерге, мектепшілік сайыстарға, байқауларға оқушылармен бірге қатысу ол мен үшін үлкен қуаныш, үлкен бақыт. Балаларға да бұл болашаққа деген үлкен жетістік талап болып саналады. Менің мұғалім ретіндегі парызым алдыма білім алуға келген әр баланың қолынан жетектеп өмір жолын дұрыс бағытына салу. Елімізге әйгілі, елімізді әлемге танытатын және бәсекеге қабілетті, функционалдық сауаттылығы дамыған азаматты тәрбиелеу. Осы жолда еңбектену, іздену және көздеген мақсатқа жету. Ал алдыма қойған көздеген мақсатқа жету менің қолымнан келетініне сенемін.